Номер 12 зертханалық жұмыс пост және get сұраулары HTML формаларының деректерін өңдеу. Жұмыстың мақсаты пост және get сұрауларымен танысу, HTML формаларының деректерін өңдеу болып табылады. Бүгінгі зертханалық жұмыста біз форманы қалай құру керек екенін танысатын боламыз. Зертханалық жұмысты бастамас бұрын алдыңғы тапсырмада сізге берілген квадрат теңдеудің түбірін табатын PHP құжат құру керек болатын. Осы құжатты қалай жасау керек екенін біз қазір талдайтын боламыз. Яғни сіздерге бұл жерде айтылып тұрғандағыдай формула берілген. Енді бұл жерде біз x айнымалының мәнін табуымыз керек. Яғни біз PHP құжаттың ашылуын жазамыз. PHP деп жазамыз. Одан кейін сіздерде бұл жерде көріп тұрсыздар 3 айнымалы бар, яғни переменный a, c, a, b, c 3 переменный. Оны біз енгізуіміз керек. Яғни доллар переменныйды белгілеу белгісі, бізде айнымалыларды белгілеу, бұл доллар белгісі, яғни a тең, оған қазір біз 1 деген мән берейік. Доллар белгісі b, оған да біз қазір 2 мән берейік. Және де доллар белгісі c тең, оған қазір біз 1 деген мәнді берейік. Онда кейін өзгерте жатармыз. Енді бізге яғни x-тің айнымалының мәнін табуымыз керек. Белгісіздік x белгісінің мәнін экранға шығару үшін біз echo операторын қолданамыз. Яғни біз айнымалы доллар белгісін жазып x-ті жазамыз тең. Енді біз формулаға назар аударайық. Яғни жақшаны ашамыз. В-ның алдында бізде минус тұр, минустан басын ұмытпаймыз, минус қоямыз, долларовый знак b, одан кейінгі және бізде плюс кетеді. Плюс қоямыз, плюс қойғаннан кейін бізде формула бойынша түбір асты кетеді. Түбір асты бізде SQRT мен жазылады, SQRT. Жақшаны ашасыздар, жақшаны ашқаннан кейін бізде квадрат. Квадрат белгісі дәрежені бізде жазу формула бойынша пол. Бұл жақша ашылады, жақша ашылғаннан кейін ішінде бізде доллар белгісі b, үтір қоямыз, яғни үтірден кейін дәреже жазылады. Біздің тапсырма бойынша бізде 2 дәреже берілген. Егер сіздерде басқа есептерде, басқа формулада 3, 4 басқа да үлкен дәрежелер болатын болса, үтірден кейін сол дәреже сан жазатын боласыздар. Одан кейінгі бізде минус 4 көбейтілген a, 4 көбейтілген бізде доллар белгісі c. Яғни мына жерде сіздерде қарап отырсаңыздар, жақшаның ашылуы жабылуы қызылмен белгіленіп тұр. Бізде жақша ашылған, және де бізде бір жақша қалып тұр. Ол жақшаны міндетті түрде жабуымыз керек. Мына жақтан жабылады. Сол кезде мына жерде екі жақта қызылмен белгіленіп тұр. Яғни 2 жақша жабылды деген сөз. Одан кейінгі формула бойынша бөлу 2 көбейтілген a үтір. Енді бізге a және де біз PHP-ді аштық, енді жабамыз. Сақтаймыз берілген кодты. Алдыңғы сабақтарда өткендегідей сіздердің локальдық дисктарыңызда өздеріңіздің папкаларыңыз болу керек. Сол папканың ішіне сақтайсыздар. Яғни менде қазір папкамның аты 3com. Мен браузерді ашып, поискқа жаңағы 3com деп жазамын. 3comды жазғаннан кейін бұл жерде менде бір құжат сақталып тұр. Осы құжатты ашамын. Яғни қазір менде жауап 0-ға тең, яғни енді біз қазір жауап 0 дейді, яғни мына жерге 1 берейік, мұнда 2, мұнда 1 десек, жауапты тексеріп көрейік. Жауап 0-ға тең болып тұр, ол дұрыс емес. Қай жерден қате кетті? Мына жерде менде долларовый знак жазылмай қалған. Сақтаймын, сақтағаннан кейін мына жақта жаңартамын, сол кезде минус 1 шығып тұр. Яғни мына жердегі жәнегі 0-да шыққанда қате шығып тұрған. Қайтадан 2, мына жерге 8 дейік, мына жерге басқандай сан беріп көрейік. 2 дейік, сақтап жаңартып көрейік. Яғни 1 бүтін жоқтап алғанда 100-ден 0,7. Сіздер өздеріңіз жаңағы сан беріп, өздеріңізді формулаға салып тексеріп көрсеңіздер болады. Жауап дұрыс шықты ма, дұрыс шыққан жоқ па? Сіздер алдағыдай осындай функцияларды қолданатын болсаңыздар, осы сілтеме арқылы математикалық функцияларды тексергенді көрсеңіздер болады. Яғни модуль қалай қойылады, косинус, синус, арктангенс, экспонента қалай жазылады, жәнегі логарифм
дәреже, түбірасты осы барлық функцияларды осы жерден көре аласыздар. Қысқаша мәліметтерге тоқталатын болсақ, форма дегеніміз не? Әзірлеуші тұрғысынан форма дегеніміз HTML элементтерінің жиынтығы. Мысалы, қолданушы толтырылады, серверге жібереді және PHP көмегімен өңделеді. Мысалға, сіздер өздеріңіздің әлеуметтік желілеріңізді алсаңыздар болады. Ол жерде мысалы сіздер форма арқылы, яғни өздеріңіздің логин и парольдарыңызды жазып, өздеріңіздің парақшаларыңызға өте аласыздар. Сонымен қатар модуль платформасында алсақ болады, яғни авторизация жасайсыздар, өздеріңіз логин и парольдарыңызды енгізесіздер. Егер дұрыс енгізген жағдайда сіздер келесі бетке өте аласыздар. Егер дұрыс енгізілмеген жағдайда сіздерге қате екенін шығарады. Мысалы, мына жерде сіздерге форманың қарапайым мысалы келтірілген. Бұл форманы толтыруға арналған екі өріс бар. Бұл жерде input және text array. Сонымен қатар форманы жіберу батырмасы. Егер осы форманы толтырғаннан кейін батырманы бассақ, онда бізге келесі URL мекен-жайы бар бетке жібереді. Яғни келесі бетке өте аламыз біз. Яғни бұл жүйе қалай жүзеге асырылады? Пішімдерді get және post әдістерінің көмегімен беруге болады, екі әдіспен. Яғни мына мысалда көрсетілгендегідей әдіс форма және де метод қандай әдіспен берілетіні, жүзеге асатыны. Яғни егер сіздер әдістің түрін көрсетпейтін болсаңыздар, бұл автоматты түрде get әдісі арқылы жіберіледі. Жаңағы форма қай әдіспен жіберу керектен сіздер өздеріңіз көрсете аласыздар, post және get. Егер оны сіздер көрсетпесеңіздер, ол автоматты түрде get әдісімен жіберіледі. Яғни қазір біз оның бір-біріне қандай айырмашылығы бар екенін көреміз. Мысалы, бұл жерде get мысалына параметрлер енгізілген. Мысал ретінде бұл жерде екі өріс бар деп айттық, яғни name және де price, яғни аты және бағасы get параметр. Индекс мынау бізде URL мекен-жайы. Бұны бөліктерге бөліп қарастыратын болсақ, индекс PHP сценарийдің өзіне сілтеме, сұрақ белгісі символы. Бұл get параметрлерін санау әрқашанда осы символдан басталады. Және де name, яғни бұл жерде бұл бірінші get параметр болып табылады. Бұл жерде яғни аты, яғни егер сіздер қандай да бір ат енгізетін болсаңыздар, сол. Және амперсанд бұл get параметрлердің арасындағы бөлгіш болып табылады. Және де бағасы бұл жерде 1000 деп тұр. Бағасы бұл екінші get параметр. Яғни қазір біз мысал ретінде қарайық. Бірінші get әдісін көшіріп алайық. Егер біз формаға ақпараттарды get әдісімен енгізетін болсақ, бұл жерде сақтаймыз. 2 PHP деп сақтадым. Мына жерде міне әдістің түрі get деп бізде мына жерде көрсетілген. Яғни бұл жерде қазір біз ат енгіземіз, name деп тұр. Қазір біз экранға осыны шығарайық. Яғни браузерге мен өзімнің папкамды жазамын, жаңағы PHP құжаттарым тұрған 3.com. Яғни мен 2 PHP, бізде міне форма шығып тұр. Яғни мен қазір формаға аты деп жазайын. Аты. Мысалы, Айжан деп жазайық. Жіберемін. Біздерде мекен-жай жолында бізде жаңағы енгізген ақпараттар шығып тұрады. Қазір бізде кириллица болғандықтан көрінбей тұр. Егер біз ағылшынша аты және де Айжан деп жазатын болсам, қазір сіздерге анық көретін болады. Айжан. Жібердім, міне қарасаңыздар, бұл жерде мекен-жай жолында аты және Айжан деп шығып тұр. Енді бұл get параметрі арқылы жасалған өріс форма, яғни біздің get әдісі арқылы жасалатын болсақ, яғни бұл сіздердің құпия сөздеріңізді егер жаңағы ВКонтакте немесе басқа да желіге кірген кездегі сіздердің парольдарыңызды көріп қою сақталып қалу, және историяда сақталып қалады ғой, сол жағына тиімсіз болып табылады. Яғни енгізілген барлық ақпараттар бұл жерде жаңағы историяны қарайтын болсақ, жаңағы бізде барлық ақпарат сақталып тұрады. Осы арқылы сіздердің бүкіл жаңағы мәліметтеріңізді көрініп тұрады, көре алады. Ал пост әдісі арқылы жасайтын болсақ, міне пост арқылы сіздер мына әдіс көрсетілген жерде постқа өзгертесіздер. Яғни пост әдісімен жасайтын болсақ, жаңағы біздің енгізілген ақпараттарымыз мекен-жай бөлігінде көрсетілмейді.
яғни біз қазір мынаны жабамыз, өзімнің папкама кіреміз, жаңағы 3com деген бұл жердегі 2 PHP-ға кіреміз де, жаңағыны жазамыз, мысалы аты және де жаңағы Айжан деп жазатын болсақ, жібереміз. Яғни көріп тұрсыздар, мекен-жай жолында ешқандай жаңағы біздің енгізілген ақпараттарымыз шығып тұрған жоқ. Яғни жаңағы біз айтып кеттік, зертханалық жұмыста екі әдіспен қолданылады дедік. Яғни get және post. Get әдісінде біздегі енгізілген жаңағы барлық ақпараттарымыз мекен-жай бөлімінде шығып тұрады, ал post арқылы енгізетін болсақ, біздегі жаңағы ақпараттарымыз шығарылмайды, яғни қауіпсіз болып табылады. Сіздерге үйге берілетін тапсырма, сіздер өздеріңіз осындай форма құрып, яғни мына жолда бірінші сіздерде аты немесе жаңағы логин и пароль деп жаңағы отправить деп басқан кезде екінші бетке өту керек. Егер дұрыс болмайтын жағдайда, логин и пароль дұрыс болмайтын жағдайда, яғни бұл жерде сіздердің енгізген мәлімет қате, немесе логин дұрыс емес, немесе пароль дұрыс емес деген форма құрып қажет болады.